Үйіңізде ас содасы болса, осы видеоның соңына дейін көруіңізге кеңес беремін. Қарапайым ас содасының емдік қасиетін білесіз бе? Менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, менің арнамды жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Күнделікті тұрмысымызда қолданылатын ас содасының тағамдық пайдасынан бөлек, оның емдік қасиеттері бар екенін білесіз бе? Осы орайда біз оның емдік бірнеше қасиетін айтқымыз келеді. Расында ас содасының әуелгі үлкен пайдасының бірі ол иммунитетімізді едәуір көтеріп, вирустар мен бактериялардың көбеюіне тоқтау қояды екен. Және өз клеткаларымыздың ракқа қарсы тұрып, оны алдын алудан қорғайды екен. Өз кезегінде ас содасының қалай қайтып және қаншалықты пайдалануды білмесеңіз, ағзаңызды ауыр кеселге ұшыратып алуыңыз әбден ақ мүмкін. Сондықтан белгілі бір маманның кеңесіне жүгінгеніңіз абзал. Ас содасының ішкі бәзбір ауруларға пайдасы бар. Мысалы, онкологиялық ауруларды профилактикадан өткізіп, оны емдеу үшін. Асқазан ішек ауруларында. Асқазан, бүйрек және бауырда пайда болған тасты ерітуге. Бір сөзбен айтқанда, бүкіл ағзаны шаюға керек. Буындарыңыз, аяқтарыңыз егер қақсап жатса, ас содасын қолдануыңызға да болады. Ас содасын ішкі организмге ғана қолданбай, сыртқы организмге де қолдануға болады. Мысалға, ас содасын сыртқы организмге қалай қолдану керектігін айта кетейін. Жан-жәндіктер шағып алған жерді сүрту үшін қолдансаңыз болады. Аздап салқындап не ангинаға тап болғанда ингаляция жасау үшін де керек болады. Оның өте төмен көлемдегі ерітіндісімен қабынған кезде сүрту үшін қолдансаңыз болады. Жалпы тісті тазалап және ағарту үшін. Қол мен аяқтағы тырнақтарды аз-кем жұмсарту үшін. Енді сіздерге ас содасын пайдаланудың тәртібін айта кетейін. Күні бойы тамақ алдында 30 минут бұрын немесе тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішуіңіз қажет. Осы тұста ескеретін бір жайт бар. Асқазанда мейлінше тамақ болмаған абзал. Бұлайша айтқанда, ас қорыту үрдісі жүріп тұрмағаны мақұл. Бастапқыда ақырында пайдаланса дұрыс болады, яғни оны пышақтың ұшында тұрмас көлемде ғана қолдану тиімді. Өйткені соданы бұрын-соңды пайдаланбағаны анық қой. Тіпті оны біртіндеп пайдалану керек, яғни аптасына не айына не бәрі бір рет дегендей. Мұнда өз ағзаңызға құлақ түріңіз. Егер ол оны қаламаса, мүлде мәжбүрлеуіңізге болмайды. Сөз соңында айтарымыз, нені пайдалансақ та жоғарыда келтіргеніміздей оны қалай қайтып және қаншалықты қолдануға болатынын әбден біліп, маман адамның кеңесіне тікелей көңіл бөлгеніңіз ләзім. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.